Құрметті бизнес әріптестер, сіздерге қазіргі таңда интернет нарығында керемет дамып келе жатырған, өте қатты дамып жатырған біздің Platin World компаниясы туралы өздеріңізге ақпарат жеткіземіз. Қазір біз сіздерге компанияның беріп жатырған жаңағы мүмкіндіктері туралы өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Сондықтан міндетті түрде барлық назарларыңызды осы өздеріңізге жеткізейін деп жатырған ақпаратқа аударыңыздар. Компания 2016-тан бастап нарықта жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда біз сіздерге айтайын деп отырған өніміміз компанияның келесі екінші PLC Ultima монетасы. Қазіргі таңда 6 декабрь 2021 жылдан бастап бірінші осы CoinsBit биржаға шықты. Қазіргі таңда монетаның курсы 19.940 болып тұр. Біз осы монета туралы өздеріңізге қазір қысқаша ақпарат жеткізетін боламыз. Басында компания бұл монетаны бар жоғы 20 мың ғана шығарылды. Компания 120 мемлекетте дамып жатырғандықтан 120 мың монета, енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, ол енді анау не дейді, орыстардың сөзі бар ғой, капля в море дейді. Сол сияқты үлкен теңіздегі кішкентай ғана жаңағы енді бір капля деген не, тамшы. Кішкентай ғана тамшы ретінде. Қазіргі таңда біздің компаниямыз осы монетадағы, мысалы, уақытында биткоинді вообще түсінген адамдар не істеді? Өздерінің кошелектарында ғана ұстап отырды, биткоинді. Тур сол сияқты қазіргі таңда PLC Ultima монетаны сіз жаңағы осы CoinsBit биржадан, бұл енді тек қана биржада сатылады, CoinsBit биржадан, болмасам тағы да екінші биржаға шықты, Bbox деген биржа. Bbox биржадан сатып алып, өз кошелегіңізге ұстап отырсаңыз да болады. Ол деген сөз, сіз қазір қанша алдыңыз, сонша ғана сіздің кошелегіңізде тұрады деген сөз. Ал енді біздің жағдайымызда біз компанияның Ultima Minter деп аталатын продукт, бұл жаңағы, бұл деген не ол? Компаниядан біз бір жылға ферма деп аталады. Мен қазір осы видеодан кейін міндетті түрде телефонмен көрсетемін ол ферманың қандай екенін. Ол мобильный приложение, мобильді нұсқа. Кәдімгі телефондағы өзіміздің WhatsApp, Facebook, болмасам тағы да басқа Instagram сияқты мобильный приложение, бірақ енді олардан бір айырмашылығы, біздің телефонымыз өзімізге монетада ақша табады. Қазіргі таңда сол мобильный приложениені өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп аласыздар. Содан кейін жаңағы өзіңізге бір жылға ары қарай сол жаңағы приложениені ары қарай пайдалану үшін өзіңізге лицензия дейсіздер ма, жоқ әлде цифровой сертификат дейсіздер ме, енді кім қалай түсінеді. Ең бастысы сол монетаны көбейтетін мүмкіндікке қол жеткізесіздер. Ол деген сөз, сіз 110 евроға ма, болмасам 275 евроға ма, болмасам 550-ге ма, одан да жоғары пакеттері бар. Оның барлығы сізді осы бизнеске шақырған, сіздің спонсорыңыздың рефералды сілтемесімен тіркелгеннен кейін өзіңізге осылай жеке кабинет ашылады. Сол кабинетке қарап жаңағы қол жеткізуге болады, енді көруге болады, айтайын деген. Оның ішінде жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей 3 пакеті ең жаңағы кішкене пакеттер. Мысалдың өзінде, мысалы мен 110 евролық жаңағы ферманы алайық. 110 евролық ферма біздің қазіргі таңда теңгеге шаққанда, үстінен басып көрсетіп жатырмыз сіздерге түсінікті болу үшін. Теңгеге шаққанда, мысалы сіз өзіңіз мынау жаңағы біз өздеріңізге айтып жатырған PLC Ultima'да алғыларыңыз келе ма, болмасам цифровой долларда алғыларыңыз келе ма, TRC, RC, биткоин деген сияқты. Өздеріңіз енді әркімнің кімге неге шамасы келеді. Мысалы біз TRC20 алып жатырмыз, міндетті түрде соған басып, осылай покупка деп өздеріңізге сатып алатын боласыздар. Бұның барлығын қалай алу керегін бірінші біз өзіміз сіздерге үйрететін боламыз. Міне сіздерге адрес шықты, 124.96 долларға сатып алады екенбіз. Ары қарай оны теңгеге шаққанда қанша екенін білу үшін міндетті түрде B2Cash деген бізде онлайн обменник бар. Бұл біздің Қазақстан нарығында жұмыс жасап жатырған обменник. Мысалы біреулер айтады, ол ақша интернетте тұрған, компьютерде тұрған ақша, ол қолға ұстауға болмайтын ақша, енді өтірік деген сияқты да. Біз сіздерге соның шын мәнінде шынайы ақша екенін
осылай демонстрация экраны арқылы көрсетіп отырмыз. Мысалы 124-те жаңа қанша дедім? 124-те 96. Бүгінгі таңда бұның енді жаңа обменникта да курс ауысып отырады, мына жақтың да курсы сәл-сәл өзгеріске ұшырап отырады. Сондықтан бұл цифра бүгіндік цифра да, бүгінгі цифра бұл. Ертең бұндай болмауы мүмкін. Мысалы, қазіргі таңда 56.394 теңгеге, енді 95 дейсаңыздар, сіз өзіңізге ферма сатып алдыңыз. Мынау ферма сізге сонша ақшаға түсті. Ферманы сатып алдыңыз, енді оның ішіне мынау монетаны салу керек. Бізге ферма табыс әкелу үшін. Ол монетаны біз қай жерден аламыз? Мысалы, сіздерге көрсетіп отырмын, демонстрация экраны арқылы CoinsBit биржадан аламыз. Қазіргі таңда монетаның курсы 19.940 болып тұр екен. Енді оны мына жерге жазамыз. 19.940. Оның бәрін сіздерге міндетті түрде үйрететін боламыз. Бұрын соңды биржада жұмыс жасамасаңыздар, мен білмеймін ғой, оны қалай үйренем, басымды қатырғым келмейді дегенді айтпаңыздар, себебі сіздердің бастарыңыз қатқан сайын қалталарыңызға ақша түсе береді. Сол басты қатыру керек болып тұр да қазірше. Кейбіреулер қашады ол бас қатудан. Олай қашпаңыздар, наоборот, бастарыңызды қатырсаңыздар, қалталарыңыз ақшаға тола болады. Мен қазір жазам, 666, 667. Мәні қазіргі таңда 134 дей салайықшы, $134 сіз монета аласыз. Оны тағы да P2Cash обменникқа жазамыз. $134. Қанша ақша кететін? 60.400 кетеді екен. Енді қараңыздар, біз калькуляторда алып есептейміз. 60.400 емес, 500 дей салайық. 500, анда ажағында майда шүйделер бар. Плюс бағанағы 56.500. 500 ау, шатаспасам. Осының аржақ бер жақ. Міне, қазіргі таңда 117.000 сіз расход жасадыңыз. Сіздің шығыныңыз. Мен осыны өзімде жазып алайын, қазір сіздерге түсінікті болу үшін. Ары қарай уже басқа пакеттерді есептей беруге болады. 56.000, 117. Ой, бір парақ жоқ па? 117.30. Мәне, сіздің шығыныңыз 117.000 теңге болды. Енді ары қарай бізге ол 117.000 шығын жасаған ферманы біз не үшін 117.000-ға аламыз да? Сондай сұраққа жауап. Сіздің алған монетаңыз жаңағы бір жылға заморозкеге кетті. Бір жылға заморозкеге тұрады, мынау қозғалыссыз тұрады. Заморозка деген қозғалыссыз монетаңыз қаттып тұрады деген сөз. Ары қарай айына сізге 0,00391,686 деген монетада табыс береді. Енді қараңыз, бұл монетаны аламыз да, қазір калькуляторға есептеп кеп жібереміз. Айына қандай табыс беретінін мен сіздерге қазір түсіндіріп айтатын боламын. Не болып кетті? Мынау несі? Қайдан шығып кетті мынау? Все. 0,00. Ой. Дұрыс па? 33 дұрыс екен. 39, 16, 86. 86 дейміз. Осынша монетада бізге компания табыс беріп отырады, жаңа біздің фермамыз. Оны сіздерге көрсететін боламыз қазір. Көбейтеміз. Мысалы, бүгінгі CoinsBit биржадағы монетаның курсы мен жоғарыда көрсетіп кеттім, 19.940. Соған көбейтеміз. Ол бүгінгі курс, қайттан қайталап айтам. Бір айдан кейін курс басқаша болуы мүмкін. Мүмкін төмен болады, мүмкін жоғары болады. Төмен болғанда қатты төмен түсіп кетпейді. $78 болып шықты. Көрдіңіз ба? Сіз 117.000 салдыңыз, сізге уже бір айдан кейін $78 беріп жатыр. $78 көбейтеміз қазіргі жаңа теңгенің курсына, мысалы 426 дейміз. 33.000. 33.228. Енді қараңыз, айына сізге келісім шарт бойынша, блокчейндағы келісім шарт, ол деген смарт контракт, мен оны қазір параллельно телефон арқылы көрсетем сіздерге. Мысалы, көбейтеміз, мысалы 4 айда жоқ дегенде шығарып алады деп ақпарат беріп отырмыз. Міне қараңыз, 4 айда сіздің 133.000-іңіз 132.912 болды. Біздің жаңа шығарған расходымыз сол кезде теңгеге шаққанда 117.000 еді. Микрофонды өшіреміз, қоспаймыз. 117.000 еді. Тең дейміз 15.000, даже 4-ші айда
15.912 теңге, сәл артықтау алып қойдыңыз. Өзіңіздің шығыныңызды шығарып алдыңыз да үстінен 15.912 теңге алып қойдыңыз. Ары қарай 8 ай бойында 33 алып отыра бересіз. Одан кейін барасыз да, бір жыл болғаннан кейін мынау сіздердің баяғы 60.000-ға сатып алған монеталарыңыз бар емес па? 60.000-ға сатып алдыңыздар, мына фермаға салып, жаңағы ферма сізге табыс әкеліп отыру үшін. Сол монетаны 12 айдан кейін, бір жылдан кейін қайтадан өзіңіздің кошелегіңізге қайтарып аласыз деген сөз. Компанияның бізге беріп жатырған ең басты табысы осы. Енді кім қаншаға шамасы келді? Мысалы, біреулердің 110 евроға шамасы келеді, біреулердің 275 евроға. Мынау негізі бұрын жоқ еді, кешеден бастап пайда болды. Одан кейін 550. Егер сіз компанияның картасын алғыңыз келсе, мысалы 1100 евролық пакетті алсаңыз, мынау картаны тегін аласыз. Бірақ енді ары қарай жаңағы за обслуживание негізі Каспий Голдтың өзі жылына 2000 теңге төлеп отырамыз ғой, Каспий Голдтың өзіне. Бұл картаға 5 жылға 300 евро төлеп отырасыз. Ол моментальный емес, ол ана картаны ала салысымен төлей салу емес. Жоқ, 1100 евро пакетті ала салысымен төлей салу емес, оны кейін жаңағы алуға болады, айтайын дегенім. Енді бұл картаның жаңа бізге пайдасы, бұның ішіне кірген шыққан ақшаның егесін жаңағы ешкім көре алмайды екен да. Ең бізге қазіргі таңда өте пайдалы продукт, компанияның продуктысы. Енді бұл компанияның қазіргі таңдағы, мысалы, біздің ең басты фишкамыз деп те айтуға болады. Мысалы, компания өзіне, мысалы, біздің жаңа жоғарыда айтып отырмыз ғой сіздерге, біздің фермамыз бізге PLC Ultima деген монета береді деп. Мысалы, біреулер ойлауы мүмкін, бұны не істеймін мен мынаны деп та, мына PLC Ultima маған не керек бар депші. Бұл как раз біздің теңгеміз сияқты ақша. Бірақ біздің теңгемізден ең басты айырмашылығы бұл, мысалы, теңге саны көп, құнсыз болса, бұның саны аз, құнды. Значит, теңге инфляцияға ұшырап жатса, біздің монетамыз дефляционная монета деп есептелінеді. Бұл енді технологияның тілімен, оның барлығын сіздерге, біздің компанияға тіркелген бизнес әріптестерге күнделікті өздеріңізге үйрететін боламыз. Енді тағы не айтайын дедім бұл жерде. Енді осы жерден демонстрацияны тоқтатып, мен сіздерге ары қарай телефон арқылы жалғастырғым келіп отыр. Себебі мен жаңағы ферманы телефон арқылы көрсетуім керек қой. Мысалы, біздің телефонымыз басқа, енді қасымыздағы басқа мұндай приложениесі жоқ. Именно біздің Ultima Farm приложениесі жоқ, Ultima Wallet приложениесі жоқ. Қазақстандықтардан бір айырмашылығы, телефондарыңызды, мысалы, болмайтын жерге тастап кете салмаңыздар, болмайтын жер деген біреуге бере салмаңыздар, айтайын дегенім ше. Бұның ішіндегі жаңағы өздеріңіздің ақшаларыңыз бар, айтайын дегенім, жауапкершілікпен телефондарыңызды ойыншыққа айландырмай, бұл жерде үлкен ақшаның бар екенін біліп жүріңіздер. Одан кейін жаңағы әсіресе жаңадан тіркеген партнерлар, Ultima Wallet, Ultima Farm деген приложенияларды вообще жаңадан енді тіркей салып, жаңағы жоқ қылып удалить етіп жүрмеңіздер, айтайын дегенім. Бұның барлық ішіндегі ақпаратты, әсіресе QR кодтарын, секретный ключтарыңызды сақтап қойыңыздар міндетті түрде. Одан кейін қазіргі мен сіздерге көрсетейін деп отырған Ultima Farm приложениесі, жаңадан кірейін деп жатырған бизнес әріптестерге түсінікті болу үшін мен көрсетейін деп отырмын. Жаңағы ферманың монета сыйымдылығы 7 февральдан бастап негізі өзгерді. Мысалы, біздің 110 евролық фермамыз қазіргі таңда бізге 0,02 PLC Ultima болып тұр. Ал қазір жаңағы мен айтып кеткен ферманың монета сыйымдылығы 0,00666-да 667 еді. Екеуінің айырмашылығын айтып кете салайын сіздерге. Мысалы, біздің алған фермамыз, ішіне салған монетамыздың құны $5000 есептелінді. Осы 6 февральға дейін. Қазіргі таңда монетаның құны рыноктағы бағамен бірдей. Ол деген сөз, Coinsbit биржадағы монетаның құнымен бірдей. Сондықтан қазіргі фермаларға монета сыйымдылығы 0, қазіргі таңда 0,0666 болып тұр. Бұл жаңағы сіздіңкі неге бұлай деген сияқты сұрақ болса, сразу соған жауап беріп жатырмын да.
Енді қараңыз, мен 0,02 монетаны заморозкеге қойдым. Смарт-контракт деген как раз блокчейндағы келісім шарт. Үстінен басамыз. Мысалы, менің жаңағы монетам 1 жылға заморозке тұрғаны болмаса, маған айына осылай табыс беріп отырды. Енді қараңыз, 9 февраль күні мен бірінші табысымды шығардым монетада. Ол көрініп тұр, мына синий болып тұр ғой, көк болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл сразу сіздің осы фермаңыз привязка болған, мынау жоғары жағында көрініп тұр негізі. Адрес главного кошелька деп. Осы адреске автоматты түрде өзінің уақыты болған кезде түсе кетеді. Осылай сіз өзіңіздің монетаңызды 1 жылға заморозкеге қойдым дегеніңіз болмаса, айына табысты осылай монетада тауып отырасыздар. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, монетаның құны қазіргі таңда күн санап өсіп жатыр. Себебі монета қазір өте құнды. Мен енді кошелек көрсете салайын десем, телефоным шықпай кетеді үстімен. Осылай кошелекқа түседі. Мынау кошелектарыңыз сіздердің цифровой кошелектарыңыз. Осылай қазіргі таңда мынау өткендегі түскен ақшаны мен отправление деп 10 күні жіберіп жібергенмін. Міне, бәрі көрініп тұр. Жаңағы минтинг деген балансқа түсіп отырады. Астындағы стрелкамен отправить деп Coinsbit биржаға сатып, оның бәрін шығарып отыруға болады. Осы қысқаша ақпарат, сұрақтарыңыз болса, енді қоя берсеңіздер болады.